Армысыздар, қадірменді қауым. Кеш жарық қазақ елі. Және амандық тілеймін бәріңізге. Менің бұл видеомда мен өз жеке пікірімді айтқым келіп отыр. Құрметті президент мырза және мәжіліс, сенат, парламент депутаттарына айтар сөзім бар. Бұл ертеңгі болатын референдум туралы. Әрине бұл конституцияға, ата заңымызға біздің осы түрткі болатын түзетулер бір жаңа лебізін әкеледі деп ойлаймын. Бірақ та кейбір баптар бойынша мен қосыламын, кейбір баптар, түзетулер бойынша мен қосылмаймын. Не себепті? Менің ойымша бір ай халыққа осы конституцияны түзетулер болатын туралы жеткіліксіз деп ойлаймын. Бір ай. Кемде кем бір жарты жыл немесе бір жылдай жаңағыдай халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілуі тиіс деп ойлаймын. Және де бұл қоғамдық заңгерлер мен қоса жаңағыдай мемлекет тұсынан да түсіндіру жұмыстары енді өлген дегенде бір 2-3 ай жүргізілуі тиіс деп ойлаймын. Өйткені халықтың бәрі түсіне бермейді, қайсы ақ, қайсы қара екен. Және де бұл түзетулерді әрине президенттің жаңағыдай бір бапта айтылды ғой, президент егерде өзі саяси партияда болмайды және оның туыстары ешқандай мемлекеттік немесе квази мемлекеттік мекемелерде жұмыс істей алмайды. Оған келсем, бірақ тіл мәселесі бойынша шешілген жоқ әлі. Орыс тілін алып тастау жағынан. Және де мынау кезіндегі мемлекеттің жаңағыдай қарамағында болған мекемелер, заводтар, фабрикалар, оларды жаңағыдай қайттан мемлекеттің еншісіне қайтарып ұлттандыру жаңағыдай несі саясаты әлі үшін жүргізілген жоқ. Сондықтан айтарым, асығыс шешім қабылдап керек жоқ. Көп өзгерістер енгізілу керек. Тағы айта кетерім, конституциялық сот жөнінде. Менің ойымша 93 жылғы конституция бойынша конституциялық соттың несі жаңағыдай мәртебесі президентке қарамағына шығу керек деп ойлаймын. Президентке жаңағыдай бағынбау керек. Тек қана халықтың жаңағыдай тікелей сайлау арқылы, таңдау арқылы сол сот мүшелерін және сол конституциялық сот тек қана халықтың алдында ғана есеп беру керек деп ойлаймын. Сондықтан 93 жылғы жаңағыдай конституциялық заң бойынша конституциялық сотты мәртебесін президентке бағынышты емес, бөлек орган ретінде соны енгізуді сұраймын. Және де мына әкімдер, облыс әкімдері болсын, қала әкімдері болсын, ауыл әкімдері болсын, бәрін тікелей халық, сол қала тұрғындары, ауыл тұрғындары, облыс тұрғындары сайлау керек деп ойлаймын. Өйткені бұрынғы саясат 30 жылда болған ешқандай өзгерістерге бір жаңа әкелген жоқ. Сондықтан сол бұрынғы саясаттың несін қайталамау үшін, бұрынғы биліктің қателіктерін, соны
еске алуларыңыз тиіс деп ойлаймын сіздер. Көргендеріңізге рахмет. Амандықта жүздескенше.